Сәлеметсіздер ме, құрметті қарсылықтар. Осы шығарылымызда біз сіздерге жаңа байқау жариялағымыз келіп отыр. Бұл жолғы ойында екі адам жеңімпаз атанатын болады. Яғни екі ұтыс иегеріне біз 5000 теңгеден беретін боламыз. Ойынның шарттары сол қалпында қалады. Тек бір ерекшелігі 3 досыңыздың орнына 5 досыңызды белгілеу керек боласыздар. Ендеше арнамыздан алыстамай бұл жолғы Елтай ауылдық округіне баратын шығарылымызды тамашалап отырыңыздар. Бүгінгі жобамыздағы қойылатын сұрақтарға өз көмегін тигізген осы ауылдың тұрғыны, білім беру ісінің үздігі, өлкетанушы орынбасар Жанаділ ағамыз. Сәлеметсіз, қайда барасыз? Отырыңыз. Ана кісілер ма? Қазір сіздер Цаинфо такси деген тегін такси бағдарламасына келіп түстіңіз. Қазір мен сізді сол баратын жеріңізге дейін тегін апарып тастаймын. Оның үстіне жол бойында 3 сұрақ қоятын боламын. Әр сұрақ бізде 500 теңгеден тұрады. Дұрыс жауап беріп отырсаңыздар 500 теңгеден алып отырасыздар. Және қосымша тегін жетіп алатын мүмкіндіктеріңіз де бар. Біздің сұрақтың бәрі осы Елтай ауылдық округіне байланысты. Яғни Береке, жаңағы Жармұхамед, сол округтегі ауылдарға қатысты болады. Енді осы аймақта тұрған екен, сізге ол сұрақтар қиын болмайды деп ойлаймын. Енді әр сұрақ 3 нұсқасымен келеді. 3 нұсқаның біреуін таңдап жауап берсеңіз болады. Ал енді бірінші сұрақтан бастап тыңдайық онда. Береке ауылының бұрынғы атауы қандай? Нұсқалары: Молотов, Ворошилов, Амангелді. Амангелді шығар. Амангелді, иә? Дұрыс нұсқасын тыңдайық. Дұрыс нұсқасы Молотов. Өкінішке орай, тәте, бірінші сұраққа жауап бере алмай қалдыңыз. Ештеңе етпейді, әлде 2 сұрақ бар сіздерге қоятын. Ал екінші сұрақты тыңдаңыз. Ауылдық округке есімі берілген Елтай Ерназаров кім болған? Нұсқалары: Қаскелең ауданы партия комитетінің бірінші хатшысы, Қазақстан орталық атқару комитетінің басшысы, Қазақстанның халық әртісі. Бірінші нұсқа шығар. Бірінші нұсқа. Бірінші нұсқаны таңдайсыз ба? Бірінші нұсқа. Ал онда дұрыс жауабын тыңдаңыздар. Дұрыс нұсқасы Қазақстан орталық атқару комитетінің басшысы. Өкінішке орай, екеуі ұқсас болғанмен, жаңа мен сіздерге анықтағаным сол Қаскелең бе, жоқ Қазақстан ба деген сол ғой. Ал енді үшінші сұрақты тыңдаңыз. Береке ауылы қай өзендердің бойында орналасқан? Нұсқалары: Қаскелең мен Шамалған, Ақсай мен Қарасу, Ақсай мен Қаскелең. Бірінші нұсқа шығар. Мен Ақсай мен Қарасу ма? Ақсай мен Қаскелең. Ақсай мен Қаскелең, иә? Ал онда дұрыс нұсқасын тыңдайық. Ақсай мен Қарасу. Дұрыс нұсқасы Ақсай мен Қарасу. Керемет. 3 сұрақтың біреуіне жауап бердіңіздер. Керемет. Мен енді өзімнің ойымды айтып кетейін. Мына көшіп келдім мен қаладан. Елтайдың жаңағы неміздің, Береке ауылымыздың тарихын біле бермейді екен, әрине. Жауап бере алмадым. Мінекей сіздердің ұтыстарыңыз. Бір сұраққа жауап беріңіздер. Алыңыздар. Екеуіңіз су аласыздар ма, үйге керек аласыздар ма?
ең алдымен мен сіздерге сәттілік тілеймін. Бақытты болыңыздар. Әрдайым алдарыңыздан жақсылық кездесе берсін. Міндетті түрде осы YouTube-қа кіріп, біздің жаңағы осы шыққан жобаларыңызға лайк басып, жаңа астына жақсы пікір қалдырып отырыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Жақсы. Жолдарыңыз болсын.